мен өндірісі 24 жастамын, Шымкент қаласының тұрғынымын. Қазір Арманс академиясы бар, футбольный академиям бар. Осыдан 2,5 жыл бұрын бизнес бастаған, 2,5 жыл бұрын. Қазір футбольный академиям бар, 7 филиал бар Қазақстан бойынша. Бізде 10 филиал болған, 3 филиал қазір карантиннан кейін ашылмай тұр. Пока. И Қазақстан бойынша Құдай қаласа 25 филиал болады деп ойлаймын осы жылы. Өйткені франшизамыз запускать етіліп отыр. Сонымен жұмыс істеп жатырмыз. Бұл бойынша толығырақ айтатын боламын. Лидерскам. Мен футбольный летний лагерь жүргіземіз біз. Ол сезонный 3 ай лагерьге балаларды апарамыз. Футбольный тренировкасымен, несімен. Тоже с нуля бастағам, ағанда 0-дан бастағам, бәрін түсіндіріп, көрсетіп. 0-дан бастағам, 2 айда 6 миллион тапқам чистыми. Просто лагерьде. 0-дан бастап. И 0 теңгемен вообще затраты жоқ. Затраты өте. 20 мың теңге затраты бар рекламаға ше. А так болды. Вот бүгін енді соған келіп отырмыз ғой. КБТ-KZ біз обучениемен айналысамыз. Онлайн, офлайн түрде обучение өткіземіз. Онлайн ол офлайн осы жерде оқытамыз біз. Бізде қазір ең үлкен оқып жатқан 65 жастағы апам. Бүгін сабаққа келмепті ғой, келсе мен сіздерге сөйлететін, не үйреніп жатқан, айтатын еді, қанша алып жатқан. Вот 65-тегі апам, ең кішкентай 13 жастағы қыз бізде оқиды. 13-ден 65 жасқа адамдар бізде оқиды, білім алады. Бизнес-блогерім, YouTube каналым бар, Instagram парақшамды жүргіземін, пайдалы болуға тырысамын максимально. YouTube-дағы подписчик особо көп емес, бірақ мен осы Шымкент қаласының ең мықты медийный бизнесмендерімен сұхбат алғам, интервью қазақ тілінде, чтобы бізге жалпы пайдалы болу үшін жастарға. Ол жердегі Global Coffee бар, Аят Азимов, қырғын болып кетті точкасы, Корица компаниясы, World Gas, Асхат, Усупсо магазиндер ше, Sport National. Осы сияқты Шымкент қаласының медийный бизнесмендердің бәрімен интервью алып шыққам. YouTube-ға кіріп көріп шықсаңыздар болады, в принципе. Спикермін, выступать етем тура осылай. Осылай 100 адамның алдында бизнес-бастауда выступать еткем, концентратта выступать еткем, Алматыға шақырып жатыр. Кеше маған командалар келді, Феберлик командасымен келіп кетті, Корица командасымен келіп кетті. Там 2,5 сағаттан жалпы бір тақырыпты ашып беру үшін. Инвесторым, инвестиция дегеніміз кім түсінеді, қол көтерейікші. Инвестиция дегеніміз кім түсінеді? Сол сөзді. Инвестиция, инвестормын, инвестировать етемін. Осы жылда, осы жылда 13,5 миллион теңге терять еттім инвестициядан. Вкладывать еттім, бірақ отпады ол проекттер. Окей, проблема жоқ. Тағы 8,5 миллион бар, құдай қаласа көреміз не болады. Ол енді мен бизнестерден бөлек инвестициялар. Осының бәрі 2,5 жылда. 2,5 жыл. Мен қазір өзіме қараймын да, кейде таңғаламын, сенбеймін өзіме ше. Не болады, шынымен ба деп ше. Просто бәрі былай басталған. Мынау вагон. Менің тұрған үйім. Мынандай вагон болады да, 6 метр болады ұзындығы. Осындай вагонда 10 жыл тұрған мен. Мен 8 жасынан 18 жасыма дейін осындай вагонда болған. Бізде Сулақтан келген едік біз отбасымызбен. Негізі. Мен 8 айында көшіп келгенбіз да. Біз общагада тұратын едік, Байтұрсыновада. Бар ғой, қазір пет болып кетті ғой. Соның общагасында тұратынбыз, общага дегеніміз андай ғой, кіресің, деу коридор, бит-бит кететін жер. Сондай общагада тұратынбыз. Сосын сояқтан шығар жерді, педели тұтқанымыз деп. Сол кезде біз осы вагонды алып келдік ауылда. Сөйтіп вагонды алып келдік аны шығарып жатыр, бізге бір жаққа барып тұру керек. Мен бар, мен қарындасым бар, кішкентай қарындасым бар, үшеуміз. Иә, кешем. Палашка бір объект аған, қалам немен айналысады стройкамен. Бір объект аған, 2 этажный деу. Сол стройкасы да. Сол 2 этажный үйдің қасына қойып қойып, 2 жыл тұрғанбыз. Ана үйді бітіргенше. Қапада асықпай бітірді ау деймін, соңынше. Асқа тұратын жер жоқ. Сол осындай вагон болады, кішкентай екеуі қосылады былай. Бұл рахат бұл. Бұны көтеріп аласың, любой жерге барып тұра бересің. Іші нормально істеп аламыз, сырты бірақ бұдан бір шықты. Мына сырты более-менее. Көтеріп алып, любой жерге қоясың, тұра бересің. 2 жыл сояқта тұрғанбыз, осы 5 жерге ауысқанбыз осындай вагонмен. И 5-шісінде өзіміздің жерге апардық. Қазіргі тұрып жатқан, қазіргі үй салып, не алдық. Шүкір. Сояққа апарып қойғанбыз. Ол кезде жерде болмады, бағанадай жан-жаққа апаратынбыз. Ол мен енді жалпы кішкентай кезімде. Мен қарындасым бар кішкентай. Бізде курста оқыған 130 мың табады қазір айына, 13-те жасы. 130 мың чистыми табады. Ол үшін нормально деп ойлаймын. Одан артық қиын болып кетеді ау деп, может быть.
Вот, сол қарындасым осы вагонда туылған. Басқа нәрсе көрмейтін еді. Осы вагонда туылған еді. Енді бір қазір 3-4 жыл болды. Вагонда тұрып жатқан жоқпыз. Мына 47-ші мектепте оқыған. Білетін шығарсыздар, мына Шымкент қаласында 47-ші мектеп бар, гимназия. Сол мектепте оқыған. 8 декрет оқыған. Особо мектепті қатты оқымаған, ешқандай олимпиада жарыстарға вообще қатысып көрмеген. Бірақ футбол ойнағам мен. Футбол ойнағам. 17 жасында Ордабасымен контракт жазғам. 17 жасында мен бір жетістіктерімнің бірі Ордабасының дубльді болады. Осы Шымкент қаласының. Сөйтіп контракт жазғам. 5 жыл профессионально ойнағам футбол. Футболды қою керек болды. Белгілі себептерге байланысты. Сөйтіп қойдым. 2018 жылы есімде менде 40 000 теңге айлық еді. 40 000 теңге айлық. И 20 000 теңге стипендиям бар еді. 20 000 теңге. 60 000 теңге общий. 2000 ана лавашты не үшін қойып қойған, андай ғой. Менде соңғы постымды көрсеңіздер болады Инстаграмда. Оқысаңыздар болады, дәлелмен көрсетіліп тұрған. Вот, сол жерде мен 2018-де бір Жолдас балам бар тұғын, Ерғазы деген. Қазір әлі де араласамыз. Сол Жолдас баламен бірге жүретінбіз. Жаңа тренировкаға бірге барып келетінбіз. И постоянно обед сол төлейтін тұғын. Постоянно. Біз азында кетеміз, тренировкаға кешке бірақ келетінбіз. Білмеймін, жүре береміз ба, білмеймін. Бірақ мамасы 3 000 теңге беріп жүреді. Күніге. Жағдай нормально еді да. Күніге 3 000 теңге беріп жүреді, екеуміз барып, соған лаваш шаурма жейміз. Фастфудта. И мен жаман ұялатып тұғым. Постоянно ол төлей бергенге ше. И 2019-да сондай цель қойдым, сондай қылып жаздым. Мен 19-дан бастап, 19 жылдан бастап. Бәріне мен төлеймін деп. Ол кім болсын, достарым, жолдас балдарым, коллективім, барлық отырыста бәріне мен төлеймін деген. Сондай цель жазылды, и сондай болды. 2010-ға чекіп кеттім. Тоқтай алмай қалады екенсің, тоқтай алмай қалады. Енді тоқтай қойын десең, қапа бола бастайды, саған үйреніп қалады да. Сондай. Содан бизнес бастауға қорықтым. Как обычно. Любой адам сияқты бизнес бастаған кезде қорықтым. Бірақ бізде андай нәрсе ғой, бизнес бастауға қорықпаймыз. Банкрот боламыз деп қорқамыз ғой. Анау не дейді жүргізе алмай қалсақ. Сондайдан қорқамыз да, біз бастауға қорықпаймыз негізі. Последствиясынан қорқамыз. И менде де сондай қорқыныш болды. Содан біраз жүріп қалдым. Бірақ әйтеуір Құдайға шүкір, что нан түсінгеніме қорқыныш ол өсіп нүктесі. Страх это точка роста. Осы нәрсені түсіндім. Ол закон. Біз қорқатын нәрсемізді істеген кезде ғана бізде рост болады, басқаша жоқ. Басқаша ешқандай жол жоқ. Біз зона комфортындамыз қазір. Любой адам зона комфортында бола алады. Мен де қазір белгілі бір зона комфортында бола аламын. Дәл қазір. Тұрамда бірақ мен қорқатын нәрсені істесем ғана өсемін болды. Басқаша өсе алмайсың болды. Сондықтан соны түсінгеніме қоғам, соны түсініп, мен қанша қорқсам да 40 000 теңгемен ең бірінші бизнесін бастағым Арман Академиясын. Арман Академиясын ең бірінші бастағым. Мынау біздің Арман Академиясы қазір Қазақстан бойынша айттым, 7 филиалы бар. Франшизасы 1,5 миллионнан басталады. 1,5 миллион теңгеден басталып тұрады. Франшиза деген біз не түсінеміз ғой, JK Warehouse, KFC, бәрі франшиза болып келіп жатыр. Біздің де франшизамыз 1,5 миллионнан жоғары тұрады, там 2 миллион, 3 миллион әртүрлі пакетіне байланысты. Әрбір адам менімен партнер бола алады осы жерде. Футбольный академия ашқысы келсе, окей, менімен партнер боласыздар, мен сізге гарантия 1,5 6 айда окупить етесіздер, проектті ары чисто прибыльда боласыздар. Там ауыл қалаларыңызды таңшыларыңыздар болады. Солай. Бұл Арман Академиясы, былай басталған, өзім тренер, өзім администратор, өзім бухгалтер, өзім СММщик, өзім таргетолог, полностью өзім бәрі сөйтіп басталған. Мына 4 топ, 40 000 теңгенің 25 000 теңгесіне доғалғанмын. Кеше болған нәрсе сағылы, 2,5 болған. 5 000 теңге доғалғанмын, 5 000 теңгеден 25 000-ға 5 топ болған, соның 4-еуі өйстіп басталған, кейін мынандай бола бастады, уже брендирование келе бастады, бренд басқа қаладағы филиалдарымыз, Алматы, Қызылорда, Қызыл, Сары, Түркістан деген сияқты. Мынау біздің летний лагеріміз, летний лагер жүргізгеніміз. Летний лагерге айттым ғой, 2 айда 6 миллион чистымен түскенде. Кәдімгі лагер бастамай кетіп біз толтырып қойғанбыз лагерді. Просто қалай болатын, қалай істеу керек екенін білетін едім мен. Вот. Ары қарай, мынау біздің КБТ обучениені өткен, сертификаттарын алған адамдар. Обучениені өтіп, толық аяқтап, нәтиже жетіп, сертификаттарын алғандар. Жалпы жаңағы спикермін, инвестормын, 2,5 миллион астам ақшаға білім алғым. Надан кейінгі де өте көп курстарым бар да, окей, бірақ.
Бизнес бастауда бастап оқығам ең бірінші 70 000 теңгеге. И тоққаннан мен сол жерге барғаным. Мен қарызданып барғам сол жаққа, қарыз қайтарып. Бірақ мен өмірімдегі ең үлкен қадамым болған екен. Сол жаққа барғаным. Ең дұрыс қадамым болған екен. Сол кезде барып түсіндім, точно қорқыныш ол өзінің төзе екенін, бастау керек екенін, қорықпау керек екенін, әр адамның қолынан келетінін. 100-ден астам кітап оқығам, жалпы мышление, бизнес, маркетинг бойынша. Юновский мышление деген курсын өткен, Шонбай онлайнда оқығам, Сергей Косенко, Ерікбай онлайн. Осылай ең мықты инвестициям осы. Қалай инвестицияларын көбейтіп жатырмын мен. Инвестициядан хабарым жоқ, бизнестен хабарым бар, бірақ инвестициядан хабарым жоқ. Ол туралы көп оқу керек екен. А мен ойлап қалдым, мен істей саламын деп. Сөйтіп 13,5 миллион айырылдым. Енді шамалы ойланып, ақша салатын боламын. 8,5 миллион метр под вопросом болып тұр меніңше. Осынша ақшаға оқығам, дәл қазір жүргізіп отырған 3 бизнесім бар. Менде бұның алдында мен 2 бизнесімді саттым қазір. Менде фотосалон болған Айс деген. Айс фотосалон болған, Гүлжанда офлайн точкамыз болған. Онлайнда заставкамен айналысатын. Қазақстанда және Шымкент бойынша. Дәмді полуфабрикат болған менде. 14 000 теңгемен запускат еткенбіз. Оны да сатып жүрдім. Менде Инстаграмда кәдімгідей дәлелі бар. Айта береді дегендер ше. Қазір мен сізге уақыт бере алмаймын, нақты шыққаннан кейін көре аласыздар. Менің страницама кіресіздер, 0 миллион деген бересіздер. 14 000 теңгемен қалай бастаған байлан көрсетіп жүрген полный, бүкіл процесста. Қалай клиент тапқанымызға ше. Қазір сонда айтып беремін, уақыт болып жатса. Ол 2 проектімді сатып жүрдім мен қазір, 2 бизнесімді. Менде қазір осы үшеу. Фокус беріп жатқан осы 3 нәрсе ғана. Енді футбольный летний лагерь ол сезонный. Істеп жатқан Арманс академиясында ол 25 точка, ал мына жақта 10 000 адам оқытқымыз келеді. Солай. Сондықтан сіздер мені тыңдай аласыздар, тыңдасаңыздар болады, кәдімгідей мұқият осы жерде болсаңыздар болады, отырсаңыздар болады, жазып отырсаңыздар болады. Біз мынандай нәрсе бар. Информацияның қазіргі алатын информация 80%-ын 78 сағатқа дейін ұмытып қаламыз біз. 78 сағаттан кейін информацияның 20% қалады бізде миымызда. Ол сондай факт. Ал біз оны жазсақ 50%-ға дейін қалу вероятность бар. 50% жазсақ. Біз оны біреуге айтып берсек, наверное, қазір тыңдап алып ше. Біз ондай вероятность өседі, вероятность 80%-ға айтып берсек, есте қалады. Ал оны жасасақ 100% болады. Сондықтан советую жазуға и айтып беруге. Наверное, алдыңға инсайт обязательно біреумен бөліс. Солай.